жақында мамасы бір қызын әкелді. 8-ші класста басқа мектепке ауысқан екен. Басқа мектепте ауысқанда енді анау мектептен ол кеткісі келмеген, ал мына жаққа жаңа жерге көшкеннен кейін ол вынужденно орта ауысқан. Ал көбісі мынау қалыптасқан ортадан кеткісі келмейді. И мына жерді жөнді қабылдамайды. У нее началось кровотечение. Сөйтіп мен соны сұрамайын ба, оның причинасын білейінші десем, сөйтсем сол мектеп ауыстырған. Мынау новый мектепте, мынау новый ортаны қалыпты жағдай емес, маған бұл қауіпті, мен бұл жерде оқығым келмейді деген программа кеткенде, у нее началось сбой. То есть гормональный сбой болады. Мынау ортаға жабысып қалудың қажеті жоқ. Новый ортадан да сен жаңалықты, жақсылықты іздесең, сол кезде саған өміріңде барлық жақсы нәрсе болады деп түсіндіре бастаған кезінде, ол кісі уже түсініп бастады. И ол уже денесі босатып бастады. Переживать еткен нәрсе денесіне түседі, и ол даже гормональный сбойға дейін әкелді. Гормон ол өсіп жатқан подросток, ол гормональный сбой деген, ол әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Біресе семіріп кетуі мүмкін, біресе совсем азып кетуі мүмкін, біресе депрессияға ұшырап кетуі мүмкін. То есть бұны жай осы телесно ориентированный терапия арқылы мына обществодан мына обществоға өту ол қалыпты жағдай екенін миға, денеге түсіндіргенде, ол қай денесімен сол мына обществоны қабылдамай жатыр. Сол денесі босап, ол қайтадан өзіне түсініп келгенде, мына обществоны да спокойно қабылдайды.